Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен теңсіздіктер модулі бар теңсіздіктер жүйесін қарастырайық. Қазір 3х азайтылған 1 минус х бұл үлкен не тең 4-тен дейді. Келесі теңсіздігіміз модуль х қосылған модульдің ішіндегі х қосылған 1 азайтылған 2х азайтылған 3 үлкен не тең 4 дейді. Міне мына теңсіздіктерді шығарайық. Осы теңсіздіктер жүйесін шығарайық. Ең бірінші мынаны жеке-жеке ашып алатын болсақ, бірінші теңсіздігімізді мен мына жерден 1 деп белгілеп қояйын. Яғни бірінші мынау теңсіздікті есептесек, 3х азайтылған 1 минус х үлкен не тең 4 деп тұр. Онда бұл бізде бірігу ретінде ашылады. 3х азайтылған 1-дің модулі азайтылған х үлкен не тең 4. Келесі 3х азайтылған 1 азайтылған х кіші не тең минус 4. Бұның өзін тағы да ашатын болсақ, 3х азайтылған 1 үлкен не тең х қосылған 4. Келесі 3х азайтылған 1 ол кіші не тең х азайтылған 4 екен. Мынау мұнда модулі бар, осылардың бірігуі. Ал енді мынауымыз үлкен деген жағдайда бұл тағы да бірігумен ашылады. Онда бұны ашатын болсақ, бірігу, мұнан бірігуіміз. 3х азайтылған 1 үлкен не тең х қосылған 4. Мынауымыз 3х азайтылған 1 кіші не тең минус х азайтылған 4. Ал бұл енді бізде қиылысу ретінде ашылады. Әрине бұл жақта х-іміз 4-тен үлкен сан болатын болса, онда ол бос шен екені түсінікті ғой. Міне 3х азайтылған 1. Айтпақшы мына жеріміз фигуралы жақша болады, өйткені қиылысуын аламыз ғой. Кіші не тең х азайтылған 4. 3х азайтылған 1 үлкен не тең 4 азайту х дедік. Енді онда мына теңсіздігімізді шығаратын болсақ, бірінші бірігу, одан кейін мына жақтан бірігу. Х үлкен не тең 2,5-тен, ал мына жақтан бізде 4х кіші не тең минус 3-тен деген шықты. Мына жақтан ашатын болсақ, 2х кіші не тең минус 3, ал мынауымыз 4х үлкен не тең 5-тен деген шықты. Дұрыс. Ал енді мына екеуінің бірігуін алатын болсақ, бізде х тиісті минус шексіздіктен минус 4-тен 3-ке дейін. Одан кейін бірігу, мынауымыз бізде әзірсі кішірейтіп жазайын. Минус 4-тен 3-ке дейін. Одан кейін бірігу 2-ден 5-тен плюс шексіздікке дейін. Енді келесі мына екі аралықтың біз қиылысуын алуымыз керек қой. Мынау бізде неше? Мына екеуінің бізде көріп тұрғандарыңыздай қиылысуы бос шен болады. Мынадан х тиісті бос шен. И осы жауаптың қазір бірігуін алсақ. Сонда бізде не шықты? Біздің жауабымыз х тиісті минус шексіздіктен минус 4-тен 3-ке дейін. Бірігу 2-ден 5-тен плюс шексіздікке дейін деген шықты. Ал енді мына жақтан екінші теңсіздігімізді шешейік, оны қазір басқа түспен жазайын. Так, ол модуль х, немесе мынаның өзін қазір көшіріп аласайын осы жерден. Міне, яғни қазір сіздермен шығаратынымыз мына екінші теңсіздігіміз. Мына екінші теңсіздікті шығаратын болсақ, онда бұның біз аралықтарға бөліп алуымыз керек қой. Бұның нөлдерін табатын болсақ 0, мынау минус 1, мынауымыз 2-ден 3 екен. Сонда берілген аралығымыз 4 түрлі аралыққа бөліп қарастырамыз. Яғни, мына жаққа салатын болсақ, міне ең кішісі бізде минус 1, одан кейінгісі 0, одан кейінгісі 2-ден 3 деп тұр ғой. Осыған сәйкес аралықтарда қазір таңбасын анықтайық. Міне, яғни, мынаны былай сыз қойайын. Былай. Енді мынауымыз міне бірінші аралық, мынау екінші аралық, мынауымыз үшінші, мынауысы төртінші аралық екен. Демек, онда бірінші аралықтағы таңбасын анықтайық. Егер х тиісті минус шексіздіктен минус 1-ге дейін болса, онда мына кестемізді құрып алу керек. Қазір мына жерге кестені құрып алайын мен. Мына жақтан
минус 1-ден 0-ге дейін, одан кейін 0-ден 2-ден 3-ге дейін, келесісі 2-ден 3-ден плюс шексіздікке дейін. Біріншісі бізде модуль x, келесісі x қосылған 1-дің модулі, одан кейінгісі 2x азайтылған 3-дің модулі. Енді осылардың таңбасын анықтайтын болсақ, қазір мына жерден кестемді сызасылайын былай. Ал енді таңбасын анықтайтын болсақ, мына кезде бізде таңбасы минус, мына кезде минус, мына кезде плюс, плюс. Ал енді келесі мынауымыз минус, мынау плюс, плюс, плюс. Енді мынау 2x таңбасына келетін болсақ, бұл бізде минус, ал мына кезде де минус, мына кезде де минус, ал мына кезде плюс екен таңбасы. Бұл қалай анықтадық? Яғни бұның анықталуы бізде мынадан шығады ғой. Модульдің ішінде x қосылған 1, бұл бізде екі түрлі жағдаймен ашылатын еді ғой. X қосылған 1, егер x үлкен не тең минус 1 болса. Келесісі минус x минус 1, егер x кіші не тең x қатаң түрде кіші болса минус 1-ден деп. Міне содан шығып отыр ғой бізде таңбаларымыз, қалай анықтайтынымыз. Онда мынаның қасына 2x азайтылған 3-ті де жазып қояйық. 2x азайтылған 3, ол 2x азайтылған 3 болады, егер x үлкен не тең 2-ден 3 болса. Келесі 3 азайтылған 2x, егер x кіші 2-ден 3 болса. Міне мынау көріп тұрғандарыңыздай таңбасын осылай анықтап аламыз. Модуль x енді түсінікті ғой. 0-ге дейін және 0-ден үлкен деп екі аралықта таңбасы плюс және минус деп ашылады. Ал олай болса, бірінші жағдайымыз минус шексіздіктен минус 1-ге дейін деп жазайық мұнда. Міне, егер x тиісті минус шексіздіктен минус 1-ге дейін болса, онда көріп тұрғандарыңыздай үшеуінің де таңбасы минуспен ашылады екен. Онда мына жерге мынаның барлығы минуспен ашатын болсақ, минус x, онда жазайық, минус x, жақшаның ішінде x қосылған 1, мынауымыз онда плюс болады, 2x минус 3-дің алдына минуспен ашылғанда, мынау плюсқа айналады. Сонда мынауымыз 2x минус 3, бұл қандай үлкен не тең 4 дейді. Міне, яғни мынауымыз бірінші аралығын таптық. Енді екіншісінде келетін болсақ, мынаны мен қазір көшіріп алайын. Мынаны мынаны осы жерге қойып қояйық бұл теңсіздігімізді. Екінші аралығымыз минус 1 мен 0-дің арасы дейді. Мұнда жазайын қазір. X тиісті минус 1 мен 0-дің аралығында болса, онда бізде тек қана x плюс 1 ғана плюспен, қалған екеу минуспен ашылады екен. Онда мынау минус x қосылған 1 қосылған 2x минус 3 үлкен не тең 4 деген шығады. Енді келесі үшінші аралығымыз 0 мен 2-ден 3-дің арасы дейді. X тиісті 0 мен 2-ден 3-дің аралығына келетін болса, онда бұл кезде бізде тек қана 2x минус 3-дің ғана таңбасы минус, қалғандары плюспен. X қосылған 1 қосылған 2x минус 3 үлкен не тең 4, екеуінің қиылысуын аламыз, және ең соңғы аралығымыз x тиісті 2-ден 3-ден плюс шексіздікке дейін болса, онда барлығы плюспен ашылады бізде. Онда бұл x қосылған 1 азайтылған 2x қосылған 3, бұл үлкен не тең 4 екен. Міне осы 4 аралықтың ең соңынан бірігуін аламыз. Ал енді онда осы теңсіздігімізді шығаратын болсақ, мынау бастапқы теңсіздікті өшіре салайын. Ең соңынан бұл шыққан аралығымызды мына аралықпен қиылыстыруымыз керек қой, өйткені бұл біздің бірінші теңсіздігіміздің тиісті аралық. Енді екінші теңсіздігімізге келетін болсақ, бұдан шығады x тиісті минус шексіздіктен минус 1-ге дейін. Ал мына жақта бізде не шығады екен? Минус 2, минус x, минус 1 қосылған 2 минус 3 үлкен не тең 4 дейді. Мына x және мына жерде x пен жойылып кетеді, сонда минус 4
мынадан көріп тұрғандарыңыздай минус 4 ол үлкен не тең 4 дейді. Ал бұл бізде бос жиын ғой. Сонда бос жиынмен мына аралықтың несін алатын болсаңыздар, қиылысуын алатын болсаңыздар, онда мынау бос жиын болады біріншісі. Енді келесісі x тиісті минус 1 мен 0-ге дейін дейді. Онда бұл кезде мына x пен x жойылады. Онда біздің теңсіздігіміз 2x үлкен не тең 6. Ал бұдан бізде x үлкен не тең 3 екендігі шығады ғой. Сонда минус 1 мен 0-дің аралығы екеуінің де қиылысуы бізде бос жиын. Өйткені мынау 3-тен үлкен дейді, ал мынау минус 1 мен 0-дің арасы дейді. Келесісі x тиісті 0 мен 2-ден 3-дің аралығында болса, онда мынауымыз 4x 4x үлкен не тең 6 деген шығады. Ал бұдан бізде x үлкен не тең, мына жазайын қазір, x тиісті міне 0 мен 2-ден 3-дің арасы, ал мынау x үлкен не тең 1,5 дейді. Екеуінің де қиылысуын алатын болсақ, бос жиын екен. Енді ең соңғы аралығымыз x тиісті 2-ден 3-ден плюс шексіздікке дейін болса, онда мынау көріп тұрғандарыңыздай мына мен мынау бір-бірімен жойылып кетті де, бізде 4 үлкен не тең 4 деген ақиқат теңсіздікке келдік қой. Демек екеуінің қиылысуы бізде x тиісті 2-ден 3-ден плюс шексіздікке дейін деген болады. Міне осы төртеуінің біз қазір бірігуін алатын болсақ, біріншісі онысы да түсінікті. Мынау бірінші қиылысуын бос жиынмен қиылыстыратын болсақ, қандай да бір аралық, бұдан бізде міне бос жиын екендігі шығады бұның. Қазір мынаны өшіріп дұрыстап жазайын. Мынау бос жиын. Енді қазір бірінші аралығымыз бізде қандай болып еді? Оны мына жерден көшіріп алайын. Міне мынауымыз біздің бірінші аралығымыз. Енді екінші аралығымыздан бізде не шықты? Мынау шықты. Қазір оны да көшіріп алайық. Осы екеуінің біз қазір қиылысуын аламыз. Сонымен міне мына екеуінің қиылысуын алатын болсақ, бұдан көріп тұрғандарыңыздай, анау 2,5, мынау 1,5. Екеуінің қиылысуы сонда бізде x тиісті 2-ден 5-тен плюс шексіздікке дейін деген шығады. Міне жауабымыз шықты. Жауабы осы болады біздің мына бастапқы берілген. Мынау теңсіздіктер жүйесі модулі бар. Теңсіздіктер жүйесінің шешімі міне x 2-ден 5-тен плюс шексіздікке дейін болды.